Бала кезімде бәріміз сияқты мен де анамды шексіз жақсы көретінмін. Ол мен үшін ең мейірімді, ең қамқор адам болатын. Шашымды өріп, киімімді жуып, әр таң сайын ыстық шайымды дайындап беретін. Әкем ерте қайтыс болған, мен ол кезде бар жоғы 6 жаста едім. Сол уақыттан бері анам менің өмірімдегі жалғыз тірегіме айналды. Біз ауылда тұрдық. Қарапайым, бірақ берекелі өмір сүрдік. Анам мектепте еден жуушы болып істейтін. Айлығы аз еді, бірақ мені ештеңеден тарықтырмауға тырысатын. Сол үшін де мен одан бетер сыйлайтынмын. Жасым 17-ге келгенде қалаға оқуға кеттім. Университетте 4 жыл оқыдым. Оқуымды тәмамдап, жұмысқа орналасып, өз өмірімді құра бастадым. Бірақ әр мейрам сайын, демалыс сайын ауылға анама барып, қолымнан келгенше көмектесіп жүрдім. 25 жасқа келгенде өмірім күрт өзгерді. Ол күн сәуірдің соңғы күндерінің бірі болатын. Жаңбыр жауып тұрған, сұр бұлт аспанды торлап алған. Жұмыстан шаршап келіп, хаттарымды қарап отыр едім. Пошта жәшігімде мен танымайтын адамнан келген қоңыр конверт көзіме түсті. Ашып қарадым, ішінде бір бума ескі фотосуретпен перзентханадағы балаға берілетін алғашқы туу туралы анықтама көшірмесі бар. Құжаттағы анасының аты менікімен сәйкес келмейтін. Бастапқыда бұны біреудің қателігі деп ойладым. Бірақ хаттың соңында жазылған сөздер тұла бойымды мұздай қылып жіберді. Сенің шын анаң менмін. 25 жыл бойы үнсіз келдім, енді шындықты айтуға мәжбүрмін. Сені менен тартып алды. Мен сасқан күйі хатты қайта-қайта оқыдым. Қолдарым дірілдеп, жүрегім аттай тулап тұрды. Бұл қандай қалжың? Немесе біреудің сандырағы ма? Сол түн ұйықтай алмадым. Көз алдымнан бала кезім, анамның мейірімі бар сәтте кино лентасындай өтіп жатты. Бірақ хаттағы мәліметті жоққа шығара алмадым. Ондағы туу туралы анықтамадағы анасының аты Мадина Бейсенқызы, ал менің анамның аты Гүлнұр Қасымқызы. Таңертең ерте ауылға жол тарттым. Жол бойы өз-өзіме, мүмкін, бұл жай ғана түсініспеушілік шығар деп үміттеніп отырдым. Бірақ бір жағы ішкі түйсігім басқа нәрсені сезіп тұрғандай еді. Ауылға жеткен соң анам үйде жалғыз екен. Бетіне қарауға қорықтым. Ол әрдайымғыдай қуанып қарсы алды. Хал қалай, балам? Не боп қалды? Түрің бұзылып кетіпті ғой. Мен үндемей, хатты алдына тастадым. Ол хатты ашып оқыған жоқ. Тек қана қоңыр конвертті көріп, жүзіндегі күлкі бір сәтте жоғалды. Қайдан алдың мұны? Деді даусы дірілдеп. Шындық па? Гүлнұр апам, мен оны осылай атайтымын, терең күрсінді де көзінен жас парлап кетті. Мен оның ешқашан бұлай жылағанын көрмегенмін. Мен сені туған жоқпын, деді ақыры. Бүкіл дүние төңкеріліп түскендей болды. Құлағым шыңылдап, жүрегім ауыр соға бастады. Кім менің анам? Дедім дірілдеп. Ол орнынан тұрып, шкафтан ескі фотоальбом алып шықты. Бір суретті маған көрсетті. Жас, әдемі әйел қолында нәресте ұстаған. Бұл, Мадина, сенің анаң. Ол менің туған сіңлім болатын. Болатын дейсің бе? Ол қайда? Ол қайтыс болды. Сен туылған соң 3 күннен кейін көз жұмды. Бауырынан қан тоқтамай кетті. Сол сәтте ішкі әлемім қақ айырылғандай болды. Өмір бойы анам деп сыйлап келген адам менің анам емес, ал менің шын анам өмірде жоқ. Және бұл шындықты маған ешкім 25 жыл бойы айтпаған. Неге? Неге жасырып келдіңіз? Дедім. Мен сені анасыз өсіргім келмеді. Сіңлімді соңғы сапарға шығарып салғанда, сенің кішкентай бейнең көз алдымнан кетпеді. Өмірің үшін қорықтым. Әкең кім екенін де білмейсің. Мадина ол туралы тіс жарған жоқ. Мен сені өз баламдай көруге бел будым. Ал әкем, менің әкем кім? Бұл, мен де білмейтін шындық. Сіңлім өзімен бірге алып кетті. Ол бұл жайында ешкімге ештеңе айтпады. Сол сәтте өзімді ешкімге керек емес, жер бетінде жалғыз қалғандай сезіндім. Маған бар шындықты айтуға жүрегі жетпеген адамдармен өмір сүріп келіппін. Бірнеше күн ауылда болдым. Гүлнұр апам, енді оны анам деп атауға тілім бармайды, жылап жүріп, әрбір детальді айтып берді. Шын мәнде ол мені жүрегімен қабылдаған. Бірақ қан туыстық, бұл мүлде басқа әлем екен. Бір күні түнде тағы бір конверт келді. Бұл жолы хат иесі өзіне кездесуге шақырыпты.
Төменде тек бір сөйлем жазылған. Сенің әкең тірі. Ол сені іздеген. Жүрегім бір соғып, тынысым тарылып кетті. Бұл не? Тағы бір шындық па? Әлде алдау ма? Кеудемде мың сұрақ. Тынысым тарылып, аяғым дірілдеді. Сенің әкең тірі. Ол сені іздеген, мына жалғыз сөйлем менің тұтас өмірімді төңкеріп тастады. Бұл хаттың артында кім тұрғанын, не мақсатпен жазғанын, не үшін дәл осы кезде шыққанын білмей дал болдым. Бірақ іштей бір дауыстан, бұл тағдырдың шақыруы деген сыбыр естіліп тұрғандай. Хат ішінде кездесуге шақырған мекенжай жазылған. Алматыдағы ескі ауданның бірінде орналасқан кафенің аты Сағыныш. Уақыты келесі күнгі түскі сағат 2. Ұйықтай алмадым. Бір сәт хатта жазылғаның бәрі шын болса екен дедім, бір сәт жалған боп шықса екен деп тіледім. Өйткені егер әкем тірі болса, неге мені іздемеді? Неге 25 жыл үнсіз жүрді? Ал егер бұл біреудің ойыны болса, онда мен өзімді қалай қорғаймын? Келесі күні дәл уақытында Сағыныш кафесіне келдім. Ішке кіріп, жан-жағыма қарадым. Орталық үстелдердің бірінде жасы 50-лер шамасындағы ширақ киінген ер адам отыр екен. Қарап отыр, бейнесі бір түрлі таныс сияқты. Бірнеше секундқа біздің көзіміз түйісті. Ол орнынан тұрып, маған қарай жүрді. Армансың ба? Деді даусы дірілдеп. Иә, сіз. Ол жауап берместен мені құшағына қысты. Мүлдем танымайтын адамның құшағы суық болады деуші еді. Бірақ бұл басқаша еді. Ет жүрегім езіліп кетті. Мен сенің әкеңмін, балам. Кеудем қысылып көзіме жас келді. Қалайша? Онда неге мені ешқашан іздеген жоқсыз? Ол терең дем алды. Үстелге отыруымызды сұрады. Сенің анаң Мадина менің өмірімдегі жалғыз шын махаббат еді. Біз жас кезімізде университетте таныстық. Бірақ менің атанам оның ауыл қызы екенін, әкесіз балалы екенін қабылдамады. Олардың қарсы болуына қарамастан мен Мадинаны таңдадым. Бірақ үйлене алмай, бірге қашып кеттік. Ол сені көтерген кезде, біз енді үйленейік деп шештік. Алайда, Мадина толғағы келген күні мен жол апатына ұшырадым. Ауыр жарақатпен бір ай комада жаттым. Сіз комада болдыңыз. Иә, есімді жиғанда бәрі кешеді. Мадина қайтыс болған, сені мен көре алмадым. Атанам саған жолатпады. Олар менің есім кірмей тұрып, сені туысқандарына беріп жіберіпті. Гүлнұр Мадинаның әпкесі екенін білдім. Бірақ ол сені маған көрсетуден бас тартты. Сонда 25 жыл бойы не істедіңіз? Тапқым келді. Бірақ Гүлнұр ешқашан мекенжай бермеді. Тіпті сенің есіміңді де айтпады. Мен сені тек түсінде көрдім. Бір күні, осыдан бір ай бұрын, бір танысым маған сен туралы айтты. Ол бір іссапармен сен жұмыс істейтін банкте болған. Суретіңді көрсеткен. Бірден таныдым. Сен тура Мадинаға ұқсайсың. Мен үнсіз отырдым. Жүрегімдегі ашу мен өкпе суып келе жатты. Неге бұған дейін маған хат жазбадыңыз? Кездесуге шақырмадыңыз? Қорықтым, сен мені жек көрер деп ойладым. Мені қабылдамай қойсаң ше деп уайымдадым. Бірақ кейін өзімді кешірмейтінімді түсіндім. Қайтадан жоғалтып алмау үшін тәуекелге бардым. Сол күннен бастап менің өмірім екіге бөлінді. Бір жағым Гүлнұр, мені өсірген, қорғаған, тәрбиелеген әйел. Екінші жағым шынайы туыстарым, менің туған анам Мадина және енді ғана тапқан әкем Нұрлан. Әкем мені жақсы қабылдады. Барынша ашық әңгімелесуге тырысты. Өз отбасымен де таныстырды. Жанында Нұрия есімді әйелі және бір ұлы бар екен. Бірақ олармен әлі сөйлескен жоқпын. Әкем, қаласаң ғана олармен таныстырам, ешкімді мәжбүрлемеймін деді. Ал Гүлнұр апам, ол менің өзгеріп кеткенімді көрді. Бірақ еш ренжімеді. Сен өз шындығыңды табуың керек еді деді бір күні. Маған өкпелесең де мен сені жақсы көруден ешқашан шаршамаймын. Мен оның қолын ұстап ұзақ жыладым. Ол менің анам болмаса да, жүрегімен берген аналық мейірімі еш кем болмағанын енді ұқтым. Бүгінде мен шын мәнінде кім екенімді білемін. Туған анам Мадина, ол менің өмірімде болмағанымен, мен оның бейнесін жүрегімде мәңгі сақтаймын. Әкем тірі. Ол мені сүйеді.
Гүлнұр мені сүйіспеншілікпен өсірген әйел. Бәрі де шындықпен өмір сүруге лайық. Қаншалық ауыр болса да, шындықты білген сәттен бастап адам өзін жеңіл сезінеді. Қазір мен 25 жастамын. Өмір енді ғана басталғандай. Бұл жол менің өз жолым.